Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жәди Шәкенұлы құйрық майдың емдік қасиеттері мен оның қандай ауруларды емдейтінін әңгімелеп берді. Халық емшілері қолданған. Алдымен ол қазақтың көшпелі өмірін көргенін, әрі халық емшілері құйрық майды қалай пайдаланғанын айтып берді. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Достар, біздің каналды 76% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Балалық және жігіттік шағым Қытайға қарасты Алтай тауының теріскей бетінде өтті. Қой баққан малшыларды түйенің бұйдасын жетелеген көшті көрдім. Далада киіз үй тігіп, көктеу, күзеу, жайлаудың не екенін біліп өстік. Соның арқасында құйрық майдың қалай пайдаланғанын білемін. Мысалы, 1983 жылы мен 16 жаста болдым. Осы уақытта әкем мен шешем қазақ емшілеріне баратын. Сонда оларға құйрық май қосып, дәрі жасап беретін дейді. Қазақстан және Евразия жазушылар одағының мүшесі. Сондай-ақ Жәди Шәкенұлы дәрінің қалай жасалатынын, оның қандай ауруларды емдейтінін түсіндірді. Дәрінің қалай жасалатынына тоқталайын. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын екі үлкен қасық құйрық майды араластырып, әбден ерітеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы темір еткі, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы да басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған дейді жазушы. Сәби сымбатты болып өседі. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері өте көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған дейді Жәди Шәкенұлы. Тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар, жазушы балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтті. Құдайға шүкір 8 балам бар. Олардың тамағы ауырғанда дәрі ішіп, жөтелі басылмай қойған кезде балаларыма құйрық майды ерітіп бере қоямын. Бұл майды ерітудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Еріткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді дейді ол. Құйрық май таңып қойған. Сұхбат барысында Жәди Шәкенұлы бұл май туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатынын айтты. Құйрық майдың басты емдік қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілері дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндейді сөзінде жазушы. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімесі үшін құйрық майды жаққан екен. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізіпті. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген, қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Еділбай қойы, сара жүн қойы, дегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, ала қойы, гиссар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда қолданады. Әрбір қазақтың үйінде құйрық майдың бар екеніне сенімдіміз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен
және достарыңызбен бөлесіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.